қиын, оның бәрі өте қиын да. Ана жақтағы тозақ, қабір азабы деген нәрсені түсініп тұрған жоқ ол. Оған ұйқы маңызды, оған дүние маңызды. Содан кейін оған бүйтіп жүргенше оқымай қояйын да дейді да, өзімді алдамай қояйын дейді да. Құрметті Алланың сүйікті құлдары, құрметті бауырлар, Алла баршамыздан разы болсын. Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымызға Алланың игілігімен сәлем болсын. Адамдар намазды не үшін тастайды? Не үшін намаз оқып жүреді де намазды неге тастап кетеді? Сіздердің, біздердің араласатын достарымыз бар, туыс-туғандарымыз бар, танитын адамдарымыз бар. Біздің қоғамда көптеген адамдар бар. Естігенбіз, көргенбіз қанша рет. Намаз оқиды, бірақ тастап кетеді. Не үшін? Және мынандай сұрақтар бар. Намаз оқимын, бірақ намазда жылай алмаймын. Намазда рахаттанып, бір сезіммен, күшті бір әсермен оқи алмаймын. Намаз оқып тұрған кезде мен айналамда не болып жатыр, барлығын естимін, барлығын біліп тұрамын. Бірақ мен айналамды ұмытып кете алмаймын. Адамзаттың асыл тәжі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның намазын қалай оқыған? Шіркін-ай, мен сол сияқты оқысам ғой деп армандап жүрген қаншама адамдар бар. Ондай адамдар көп. Ол адамдардың ішінде мен де бармын. Бірақ осы сұрақтарға жауап таптық па? Не үшін біз намазда рахаттанып оқи алмаймыз? Не үшін біздің қоғамдағы адамдар намаз оқып жүреді де ертесінде бұрынғы намаз оқымай жүргеніндегі амалдарын, қылықтарын неге жасап кетеді? Қайтадан ішіп кетеді, қайтадан темекі шегіп, қайтадан қыздарға барып, Алла сақтасын. Не үшін? Және біздің қоғамдағы адамдардың неге сыртқы көрініспен алданып, ішкі жан мәселесін, рух мәселесін неге зерттемейді? Неге ойланбайды? Руханиятының байлығын неге арттырмайды? Сыртқы көрінісін ғана сәндейді. Осындай сұрақтарға біз барынша жауап іздеп көрейікші. Сіз болып, біз болып, иншалла. Алла субхану ва тағала осы айтылған дәрісімізге берекесін берсін. Сізді, мені, баршамызды, бүкіл әлемді, аспанды, жерді, судағыны, жердегіні, бүкіл әлемдегі, Алладан басқа бүкіл нәрсе әлем. Осы әлемдегі бүкіл жаратылысты Алла субхану ва тағала жоқтан бар етіп жаратты. Бізге сансыз шексіз нығметтерді нәсіп етті. Мүмкін 20 жыл, мүмкін 30, 40, 50, 60, 70, 80 жыл өмір сүрдік. Осыншама жыл ішіндегі әрбір жеген, ішкен тамақтарымыздың барлығын Алла субхану ва тағала бізге ризығымызды берді. Қаншама бала шаға нәсіп етті. Мына бір көздің құны қанша тұрады? Еш нәрсеге айырбастамаймыз, өйткені ол біз үшін құнды. Қай жерің ауырса, жаның сол жерде дейді де, мысалы. Ойланшы, бір ине кіріп кетсе, бір жете қаламыз, айғайлап. Саусағың сынып қалса, тырнағың ашылып кетсе, маса кеп шағатын болса, жан тәтті ғой, кәдімгідей. Демек, осыншама тән саулығын, жан саулығын, дүние нығметін, бұның барлығын Алла тағала бізге нәсіп етті. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Ал сіз бенен бізді Алла тағала жоқтан бар етіп жаратқаннан кейін, сансыз шексіз нығметтер нәсіп еткеннен кейін, сіз бенен бізге Алла тағала Құранда не дейді? Ла ин шакартум ла азиданнакум дейді. Егер де соған шүкірлік етсеңдер, менің берген нығметтеріме шүкірлік етсеңдер, ла азиданнакум, арттыра берем деген екен да. Ойланшы. Ал шүкірлік дегеніміз тек қана Құдайға шүкір деп ауызбен айту ғана емес. Іспен дәлелдеу, бірінші кезекте іспен дәлелдеуіміз керек екен. Ол шүкірлік қандай түрде болады? Алланың бұйырған бұйрықтарын орындау, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылу. Ал сіз бенен біз Алланың бұйырған ең бірінші парызы, мысалы ислам дінінде 5 парыз бар дейміз. Мысалы ла илаха илlalloh Мұхаммадар Расулулла, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі дегеннен кейін мұсылман боламыз. Бұл мұсылман болудың дәлелі. Яғни біз мұсылманның куәлік сөзі. Ал мұсылман болғаннан кейін сіз бенен бізге Аллах тағала исламның 5 парызының біріншісі куәлік сөзі болатын болса, екіншісі 5 уақыт намаз оқу болатын болса, осы намазды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз діннің тірегі деген екен. Сіз мұсылман болатын болсаңыз, намаз оқитын болсаңыз, сіз мұсылманшылдығыңызды, ислам дінін көтеріп жүрсіз. Ал намазыңыз болмайтын болатын болса, мұсылманшылдығың бекер деген сөз. Дініңді таптап жүрсің деген сөзбен тең. Неге? Өйткені діннің тірегі деген екен. Ал тірек, діннің тірегі жоқ болатын болса, яғни намазың жоқ болатын болса, сенің мұсылманшылдығың, сенің ұстанып жүрген дінің саған ешқандай да әсер етпейді. Яғни құр ауызбен Аллаға сенем, мен Құдайға сенем, мен пайғамбарға сенем дегенің көмектеспей қалуы мүмкін. Өйткені діннің тірегінен біз жұрдаймыз, мақұрымбыз. Пайғамбарымыздың сол ең сүйікті досы, жан жолдасы Абу Бәкір Сыддық, Алла ол кісіден разы болсын. Пайғамбарымыздың көзі кеткеннен кейін мұсылмандарға ең бірінші халифа болған,
мұсылмандарға ең бірінші патша болған кісі, және субханалла Абу Бакр фил жанна деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр жәннатқа барады деген да. Жәннатпен сүйіншіленген сахаба ғой, бірінші болып қараңыздаршы. Ал Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху, Аллах ол кісіден разы болсын, не деп айтады? Намаз жайында. Намазсыз адам дейді, намазы жоқ адам теңізге қайықсыз тасталған адаммен бірдей деген екен да. Ойлаңызшы, теңізге сізді ешқандай қайық жоқ, ешқандай да сізді жаңағы құтқарып алып қалатындай нәрсе жоқ. Жалғыз өзіңізді лақтырып жіберсе, оң жаққа қарайсың, сол жаққа қарайсың, ешқандай да жаға жоқ, адамдар жоқ, ешкім жоқ. Теңіздің үстінде жалғыз қалсаңыз, жағдайыңыз не болады? Үмітің үзіледі ғой, дұрыс па? Біттім мен, біткен жерім сол деп айтасың ғой. Қашан акулама келіп, дәу бір балық келіп, бір аяғымды, қолымды қашан жұлып алып кетеді деп күтіп отыра бересің болды. Жағдайың қиын деген сөз. Сондықтан Абу Бакр Сыддық намазы жоқ адам теңізге қайықсыз тасталған адаммен бірдей деген екен да. Осылайша біз пайғамбарымыз бен оның жан жолдасы болған Абу Бакр Сыддықтың екі ауыз сөзін келтірдік. Демек, намаз діннің тірегі екен. Намазсыз адам теңізге қайықсыз тасталған адаммен бірдей деген екен да. Ал сіз бен біз намаз оқып жүріп, намаздың құдіретін, намаздың құндылығын, бағасын білмейтін болсақ, онда сіз бен бізге өкініш болсын. Бұл намазымыз сіз бен бізге пайда бермей қалу мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен қалай намаз оқыған болатын болсам, сендер де солай намазды оқыңдар деген. Құдайға қалай құлшылық жасау керек? Яғни құлшылық жасаудың дұрыс көрінісі қандай деген сияқты сұрақ қоятын болсақ, адамзаттың асыл тәжі болған, бүкіл адамзаттың ұстазы болған Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, көрсетіп кетті. Ал пайғамбарымыз намазды қалай оқитын? Намазда жылайтын еді ол кісі. Аяғы іскенше намаз оқитын еді. Құдайға көп дұға жасайтын. Сәждеде көп жататын. Мысалы пайғамбарымыз салсам, сәждеде көп жатыңдар деген. Сіз білеміз қалай намаз оқимыз. Олай болса, сіз бен біздің намазымыз ондай дәрежеде болмай жатса, иманымыздың әлі де әлсіз екендігіне дәлел. Иманымыздың көрсеткіші бұл. Алла сіз бен біздің иманымызды күшейтсін. Әлемдердің Раббысы болған ұлы жаратушы иеміз, сіз бен біздің Құдайымыз өзінің қасиетті кітабында Бақара сүресінің 45-ші аятында былай дейді. Аъуду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин дейді. Қараңызшы, егер де сіз қиналсаңыз, бұл өмірде Алла субханаху ва тағала сіз бен бізді сынайды. Бұл өмір сынақ. Ал Алла тағала қалай сынайды дейтін болсақ, Алла тағала Құранда сендердің малдарыңды, жандарыңды, тәндеріңді, егін егістіктеріңді кем қылу арқылы сынаймыз дейді. Дүниемен сынайды, денсаулығыңмен сынайды, туысыңмен сынайды, бастығыңмен сынайды, баламен сынайды. Көп қой, сынақтың көп. Жер бетінде қанша адам болатын болса, соншама адамның басында соншама сынақтар бар өзі. Бір басымызға жететін сынақтарымыз бар әрқайсымыздың, дұрыс па? Ал сол сынақ келген кезде, қиналған кезде біз не істеуіміз керек? Алла тағала сіз бен бізге өзінің қасиетті кітабында Бақара сүресінде бұйырып жатыр. Вастаину дейді. Яғни бұйрық райында айтып жатыр, жәрдем сұраңдар дейді. Қараңызшы. Вастаину бис-сабри вас-сала. Басыңа қиындық келген кезде, ауырған кезде, қарызға батқан кезде, жақыныңнан айырылған кезде, досымен ренжісіп қалған кезде, бастығыңнан сөгіс естіген кезде көп қой. Көп сынақтардың түрі. Сол қиналған кезде не дейді? Бірден вастаину, жәрдем сұраңдар дейді. Яғни басыңызға сынақ келген кезде бірден Алла тағаладан жәрдем сұраңыз дейді. Бірақ қалай жәрдем сұраймыз? Айғайлап жәрдем сұраймыз ба? Жылап жәрдем сұраймыз ба? Киімімізді жыртып жәрдем сұраймыз ба? Яғни қандай? Бис-сабри, сабырлықпен. Яғни жәрдем сұраудың бірінші кезектегі шарты сабырлықпен. Мысалы, сенің үйің өртеніп кетті, немесе сенің балаң шетінеп кетті, немесе әйелің тумай жатыр, немесе қарызға батып кеттің, қарызыңды қайтара алмай жатсың, немесе көп қой. Сондай қандай да бір сынақ келген кезде айғайламай, кәдімгідей тағатсызданып, жылап, арызданып, қайғыға түсіп кетпей, мұңайып кетпей, бірінші кезекте сабырлық етіңіз. Вастаину бис-сабри, сабырлықпен дейді. Жәрдем сұраңдар. Болды ма? Жоқ. Дәрісіміздің басында пайғамбардың сөзін келтірдік қой. Намаз діннің тірегі деді. Ал сенің мұсылман болсаң, дінің ислам болатын болса, сол діннің тірегі болған, құлшылықтың төресі болған, құлшылықтардың ішіндегі ең ұлысы болған намаз болатын болса, Алла субханаху ва тағала сіз бен бізге бұйырып жатыр: «Вастаину бис-сабри вас-сала». Басыңа қиындық келетін болса,
егерде сіз қиналып жүрген болатын болсаңыз, өмірде басыңызға келген әртүрлі сынақтардан шаршаған болатын болсаңыз, уастаину биссабри уассала. Мейірімді жаратушы жаппар иеміз айтып жатыр. Жәрдем сұраңдар сабырлықпен және намазбен дейді. Қиналсаңыз сабырлықпен, сабырлы түрде дәретіңізді алып, жай намазыңызды төсеп, жүзіңізді қыбылаға бұрып, Аллаху акбар, тәкбіріңізді алып, Аллаху акбар, Алла сен ұлықсың деп, Алланы бірінші кезекте ұлықтап, маңдайыңызды сәждеге қойып, құлшылық жасап, жәрдем сұра дейді. Қараңызшы, намаз діннің тірегі деді. Демек, дініңнің тірегі болған, яғни тірек, сол тірегіңді қатайт, бекіт, мығымда дегендей ғой. Демек, иманың әлсіреп жатса, демек, күнәға қайта-қайта түсіп кетіп жатсаң, егерде сен намазыңды тастайым деген ой келсе, сол дініңнің тірегі болған намазды әлсіретіп жатырмыз. Демек, біздің тірегіміз, дініміздің тірегі әлсіреп жатыр, тірек әлсіреп жатыр. Демек, иман әлсіреп жатса, демек, күнәға қайта-қайта түсіп жатсаң, демек, басыңа сынақ келген кезде шаршасаң, қиналып кетсең, дереу дәретіңді алда, жүзіңді құбылаға қарап, сабыр сақтаңыз, Алладан жәрдем сұраңыз дейді. Уастаину биссабри уассала. Жәрдем сұраңдар сабырлықпен және намазбен дейді ғой. Басыңа қиындық келсе, бірінші намаз оқы. Бірден намаз оқы, Құдайыңа жалбарын, Құдайыңа сыйын, Құдайдан сұра, Құдайдан кешірім сұра, Құдайдан жәрдем сұра. Я Аллахым, сен барлығын көріп тұрсың, барлығын естіп тұрсың, бір өзің жәрдем берші. Осы қиыншылықтан мені құтқаршы деп тақуалықпен шынайы қорқып, я Аллахым, мен сенен ғана қорқамын, мен саған ғана жалбарынамын. Ияка нағбуду ва ияка настаин. Саған ғана жалбарынып және сенен ғана жәрдем сұраймыз дейміз біз әр намазымызда, әр ракағатымызда. Алла субханаху ва тағала Құранда тағы былай дейді: Субханалла, қараңыздар. Алла тағала сіз бен бізге басымызға қиындық келген кезде, басымызға сынақ келген кезде, қиналғанда, шаршағанда не істеймін дейтін болсаңыз, Алла тағала сол жолды көрсетіп тұр, не істеу керектігін. Кімде-кім Құдайдан қорқатын болса, тақуалық қылатын болса, Алла оған шығатын бір жолды көрсетеді дейді. Ойлаңызшы. Сіз орманның ішінде қараңғы түнде адасып кетсеңіз, одан кейін жоғарыдан бір жарық сәуле көрінсе, жарық, немесе қолыңа шырақ дейді ғой, енді фонарик дейікші, қолында фонарик болса, қараңғы орманда, қараңғы түнде кетіп бара жатсаңыз, ол сізге не көрсетеді? Кәдімгі жолыңды көрсетіп береді, жап-жарық қылып. Субханалла. Айналаңда бәрі күнәһар. Біреу ішіп жатыр, біреу шегіп жатыр, біреу ұрлық жасап жатыр, біреу өсек айтып жатыр, барлығы жалаңаш, өсек жаңағы. Дүниенің әңгімесін айтып жатыр, біреу сені күнәға шақырып жатыр, жүр кетік ішейік дейді, жүр қыдырайық дейді. Иманың әлсіреді, қиналып кеттің, сен жұмысыңда бәрі сені түсінбейді. Бірақ сен иманыңды сақтау үшін, иманыңды қорғау үшін әрең жүрсің да, көзің зинаға түсіп кетеді, көзіңді қорғап жүрсің, қиналып кеттің да, немесе сен сақалыңа, сенің орамалыңа адамдар тиісіп жатыр, қиналып кеттің. Кімде-кім Құдайдан қорқатын болса, Алла тағала оған шығатын бір жолды көрсетеді дейді. Бұл өмір сынақ. Алла тағала сіз бен бізді сынамайынша бұл өмірден өткізіп, ар жаққа жәннатқа кіргізе қоймайды. Сынайды, әбден сынайды, әртүрлі сынақтар болады. Ал сол сынақты біз сабырлықпен, Алланың көрсеткен жолмен өте аламыз болды. Тақуалық біздің досымыз болады. Шынайы досымыз тақуалық қана болады екен. Сондықтан шынайы тақуалық жасайтын болсақ, Құдайдан қорқатын болсақ, Құдайдан қорқу деген ол қалай дейтін болсақ, Алланың бұйырған бұйрықтарын орындау, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылу. Осылай істейтін болсақ, Алла тағала сіз бен бізге шығатын бір жолды көрсетеді екен. Ал қиналған болсаңыз, тақуалық қыласыз, тақуалықтың көрсеткіші Құдайға жалбарыну, Құдайға сыйыну дейтін болсақ, Құдайдың айтқан істеу дейтін болатын болсақ, жаңағындай жәрдем сұраңдар сабырлықпен, намазбен дейді. Ал енді қараңыздар, дәрісіміздің басындағы сұрақтарға жауап береміз иншалла. Біз не деп айттық? Намаз оқып жүріп намазын тастап кететіндер бар. Намаз оқитындар не үшін намазын тастап кетеді? Біресе намаз оқып, біресе намаз оқымай, немесе намазын қаза қылып жинап оқитындар бар екен, субханалла. Және де сіз білеміз, намаз оқыған кезде неге жыламаймыз? Неге намаз уақыты кірген кезде, телефонымызда азан шақырған кезде, немесе мешітте азан шақырған кезде бірде намаз уақыты кірді ғой деп қуанбаймыз. Сәл жалқаулық болып тұрады, ой деп ше, намаз уақыты кіріп қойды ма не деген сияқты. Немесе таң намазына оятар, яғни будильник қойған кезде, телефонымыз шырылдаған кезде өшіріп тастаймыз да, ары қарай ұйықтай береміз. Қазір 5 минут деп. Осының барлығы неге, не үшін дейтін болсақ, жаңағы аяттың жалғасында Аллах тағала айтады:
Бақара сүресінің 45-ші аятын кітаптан ашып қараңыздар, интернеттен іздеп қараңыздар, телефонда көрсеңіздер болады. Алла субханаху ва тағала «Вастаину бис-сабри вас-сала» жәрдем сұраңдар сабырлықпен және намазбен деді. Қиыншылық келген кезде бірден намаз оқуымыз керек екен. Қиыншылық келген кезде бірінші Құдайға жалбарынуымыз керек екен. Құдайдан сұрауымыз керек екен. Ал аяттың жалғасында, осы Алланың сөзінің жалғасында дейді: «Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин» дейді. Бұл намаз дейді. «Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин». Құдайдан қорықпайтындар үшін, ынталылардан басқаларға дейді. Нақты айтатын болсақ, жаңағы бұл намаз иманы әлсіздер үшін, Құдайдан қорықпайтындар үшін ауыр келеді дейді. Басымызға қиындық келген кезде Аллах Тағала бірден намазбен жәрдем сұра деді ғой. Бірақ біз басымызға қиындық келген кезде неге бірден намаз оқымаймыз? Неге жаңа дәретімізді алып, күнәмізді тастап, жүзімізге қыблаға бұрып, дұға жасап, жалбарынбаймыз? Бірақ неге біз бірден телефон аламыз да, братан, жәке, бәке, тәке деп жаңа қарыз ақша бар ма деп жаңа адамдардан, әкемізден, анамыздан, достарымыздан, бастығымыздан, адамдардың алдында жүгіріп кетеміз ғой. Немесе басымызға қиындық келген кезде, Құдайым, саған не жаздым деп жаңағы Құдайға арыз айтып, ренжіп, біреулер бар. Басына қиындық келген кезде ішіп кететін, қыздарға кетіп қалатын. Яғни қиыншылық келген кезде ол сол қиыншылықты көтере алмай, әртүрлі жаман жолдарға кетіп қалады. Ал біреулер жәрдемді, көмекті басқалардан сұрайды. Зыр жүгіріп алдында жақын келеді бастыққа. Ал бастығыңның бастығы Алла екенін ұмытпа дейді. Қараңызшы. Сол жаңағы бастықтан, көкеден, жәкеден, братаннан қорқып жүргендер ғой. Әлемдердің раббысы болған патшасынан. Олар жаратушы иемізден қорқпайды да, тақуалық жоқ та. Демек, кімде-кім Құдайды дұрыс танымаса, Құдайдан қорықпаса, ол адамға намаз деген нәрсе өте ауыр екен да. Сондықтан ол Құдайды дұрыс танымаған адам, әлі де білімі жоқ адам, иманы әлсіз адам, ол намаз діннің тірегі болған, намаздың құнын, қадірін, қасиетін түсінбегеннен кейін, намазды дұрыс оқымағаннан кейін, қалай дұрыс оқу керектігін білмегеннен кейін, оған намаз оқу, бүйтіп дәрет алу өте қиын оған. Таң намазына бүйтіп телефонды тұрып барып, дәрет алып, жуып, деп жаңа ұйқысын қиып енді. Жай намазын төсеп, ана жаққа қиын, оның бәрі өте қиын да. Өйткені оның иманы әлсіз. Құдайды дұрыс танымайды. Ана жақтағы тозақ, қабір азабы деген нәрсені түсініп тұрған жоқ ол. Оған ұйқы маңызды, оған дүние маңызды. Бірінші кезекте сол Құдайды дұрыс танымайды, білімі аз, және де иманы әлсіз деген сияқты нәрселер. Көптеген себептер бар. Содан кейін оған бүйтіп жүргенше оқымай қояйын да дейді да, өзімді алдамай қояйын дейді да. Ол өзін алдап тұрған жоқ та, ол. Шайтан ол адамды алдап тұр. Сондықтан шайтанның азғыруына ілеспей, иманымызды күшейтуіміз керек. Білім алуымыз керек. Құдайды дұрыс тануымыз керек. Сонда ғана біз намазымызды ләззатпен, шынайы ықыласпен оқи алады екенбіз иншалла. Жаңа жоғарыда айтқан Алланың аятының алдыңғы аятында, яғни 44-ші аятында Алла субханаху ва тағала былай дейді: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Атамурuna ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлунал китаб. Афала та'ақилун." Құрметті Алланың сүйікті құлдары, қараңыздаршы, бұл аятта Алла Тағала не деп айтты? Мағынасында былай дейді: сендер адамдарды жақсылыққа бұйырасыңдар да, мысалы, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, өтірік айтпаңдар, ешкімді ұрмаңдар, ұрлық жасамаңдар деген сияқты Алланың жолына қарай ақиқатқа шақырасыңдар. Яғни адамдарды жақсылыққа шақырасыңдар да, өздеріңді ұмытып қоясыңдар дейді. Яғни өздеріңді жамандықтан тыймайсыңдар дейді. Афала та'ақилун. Ақылға салып ойланбайсыңдар ма дейді. Қараңыздаршы. Демек, біздің қоғамда кейбір бауырларымыз, яғни көптеген бауырларымыз намаз оқиды, ораза ұстайды, сақал қояды, тақия киеді, біреулер орамал тағады, ұзын көйлек киеді, хиджаб киеді, мысалы. Сыртқы көрінісін ғана сәндейді. Күшті киінуге, күшті сақал қоюға, сыртын сәндеуге, әдемілеп тақуа қылып көрсетуге тырысады да. Бірақ ішкі рухы, жан дүниесі әлі кедей. Яғни білімі жоқ, әлі кітап оқымаған. Қанша кітап оқыды? Ақидаға қатысты, фиққа қатысты, пайғамбарымыздың өмірбаянын оқыды ма? Қанша хадис жатқа біледі, қанша Құран жатқа біледі өзі. Яғни осылай қарайтын болсақ, оның ішкі руханияты, ішкі рухы әлі дамымаған, білімі әлі жоқ. Демек, ол адамның иманы әлсіз болады. Сыртын сәндеумен ғана айналысқаннан кейін, ішкі руханияты әлсіз болғаннан кейін, ол күндердің күнде бәрібір шаршайды. Алла субханаху ва тағала: "Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Алла Тағала өлімді жаратты, өмірді жаратты. Лияблуакум айюкум, сендердің қайсы бірің амалда жақсы болады деп сынақ үшін дейді да. Лияблуакум,
сендерді сынау үшін дейді. Яғни бұл өмір сынақ. Ал өмір сынақ болғаннан кейін біз өлгенге дейін сынала береміз. Ал осы сынақтардан сүрінбей өтуіміз үшін сізбенен біз осы діннің тірегі болған намазға бекем болуымыз керек екен. Ал намазды дұрыс оқу үшін, намазды тастап кетпес үшін біз ілім алуымыз керек, иманымызды күшейтуіміз керек екен. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.